подружек, самый чистый, самый звонкий. И бегут по теплым лужам босоногие девчонки. И уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа, школа. Я скучаю. Армысыздар, ардақты қонақтар мен ата-аналар. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар және оқушылар. Сыңғырла күміс қоңырау атты салтанатты жинаққа жиналған қауым. Міне, тағы бір оқу жылы аяқтап, біздің мектебіміздің 22 түлегі бүгінгі салтанатты жиында балалық пен мектеппен қоштасқалы тұр. Бұл күн мектеп тарихында, мектеп бітіруші түлектер есінде мәңгі өшпейтін күн. Балдәурен балалық шақпен қош айтысып, болашаққа қанат қағатын осы жылдар түлектер үшін ең бір қымбат, ең бір қимашыл ретінде естерінде мәңгілік қалары сөзсіз. Ұшырдым жүрегімнен жыр кептерін, мерекесі құтты болсын түлектерін. Қол соғып ортамызға шақырайық, бүгінгі кешіміздің жас түлектерін. Осыдан 11 жыл бұрын мектеп табалдырығын тарыдай болып аттап, таудай болып бірім нәлімен сусындап, Алтыныя мектебін бітіруші түлектерін ізбасар бірінші сынып үздіктерімен ортаға шақырамыз. Құрметпен, қошеметпен қарсы алыңыздар. Алдарыңызда 11-ші сынып оқушылары. Алтын белгіге үміткер Рамбердиева Ақнұр Ғани қызы. Үздік аттестатқа үміткер Ақжігитова Гүлдана Турабай қызы. Мұханова Әсемкүл Қадырбай қызы, Әзел Еркебұлан Ырзабекұлы. Құрманалиева Әсем Қайыржан қызы, Абдраманова Алина Бердібек қызы. Абиева Айым Асперген қызы, Бекетов Айдан Бекетович. Күмекбаева Камила Күмекбай қызы, Кәрімбердиев Қанат Болатұлы. Ақанова Ғалия Ғалым қызы, Ғалытова Динара Қайсар қызы. Кимурзаева Айша Нұрсұлтан қызы, Нұрылаев Толғанат Бақытбекұлы. Абиева Аружан Есенгелді қызы, Отаралы Дастан Русланұлы. Самалбекова Альфинура Рүстем қызы, Науанова Гүлдана Асылбек қызы. Серік Асыл Бауыржан қызы, Жеткер Қауынжан Еділұлы. Жолмырзаева Әсел Дарханбай қызы, Құлымжанов Нұрсұлтан Серікұлы. Сынып жетекшісі, тәжірибелі ұстаз, білікті маман Нұржанова Сапура Такеевна. Мектеп қой еліміздің қаны жаны, мектептен басталады бәрі-бәрі. Бүгінгі салтанатты жиынында көтерілсін елімнің көк байрағы. Түзеліңдер, тік тұрыңдар, туға қарап тіктеліңдер. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы көтерілсін. Ту көтеруші 11-ші сынып түлегі, әскери спорттық жарыстардың жеңімпазы Құлымжанов Нұрсұлтан Серікұлы.
11 орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 2018-2019 оқу жылының аяқталу құрметіне арналған Сыңғырла күміс қоңырау атты салтанатты жиынымызды ашық деп жариялаймыз. Мектебіміз ауыл көркі боп тұрған, түлектерін қанат қағып ұшырған, шәкірттері мектебімнің құлпырған, көктемдегі бәйшешектей гүл жарған. Алға ұмтылған шәкірттерде мол арман, ұстаздары сапар тілеп қол жайған. Мектеп директорының 2018-2019 оқу жылын аяқтау бойынша бұйрығын таныстыру үшін мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Жиенқұлова Шынар Байдрахманқызына сөз беріледі. Қармақшы аудандық білім бөлімінің нөмір 209 орта мектебінің мектебі директорының 24 мамыр 2019 жылғы нөмірі 73 бұйрығы оқу жылын аяқтау туралы. Білім туралы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі заңының 5 бабы 14 тармақшасына сәйкес және аудандық білім бөлімінің 2019 жылғы 18 ақпандағы нөмірі 173 бұйрығымен 23 мамыр 2019 жылғы педагогикалық кеңестің 5 хаттамасын басшылыққа ала отырып бұйырамын. Бірінші, Қазақстан Республикасы білім туралы 2007 жылғы 27 шілдедегі заңының 5 бабы 14 тармақшасы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 1 ақпандағы нөмірі 53 бұйрығына сәйкес мектепте соңғы қоңырау салтанатты рәсімі 2019 жылғы 25 мамыр күнгі сағат 9:00-де ұйымдасқан түрде өткізілсін. Екінші, 1-11 сынып аралығындағы 139 үздік білім алушы мақтау қағазына ұсынылып, 1 сынып білім алушылары мен 10 сыныптардағы үздік оқитын 4 білім алушы және 5-8 сыныптардағы 227 білім алушы аралық аттестаттаусыз 2-4 сынып білім алушылары ағымдық бақылау жұмысының қорытындысымен келесі сыныпқа көшірілсін. 10 сынып бойынша 23 білім алушы аралық аттестаттауға, негізгі мектепті бітіретін 43 білім алушы, орта мектепті бітіретін 22 білім алушы қорытынды аттестаттау емтиханына жіберілсін. 4. Негізгі мектепті бітіретін 9 білім алушылары Тыныштық Айша, Бекмұратова Айгерім негізгі мектеп бойынша үздік аттестатқа, 10-11 сыныптардағы жылдық қорытынды бағаларының негізінде жалпы орта мектепті бітіретін 11 сынып білім алушысы Ақжігітова Гүлдана жалпы орта мектеп бойынша үздік аттестатқа, 5-11 сыныптардағы жылдық қорытынды бағалары негізінде жалпы орта мектепті бітіретін Ақнұр Рамбердиева аудандық білім бөліміне оқу жылының қорытындысымен алтын белгіге ұсынылсын. Мектеп директоры Есіркепова Әсемкүл Кажденбекқызы. 24 мамыр 2019 жыл. Мектебім келеміз тағы да, Білім дұрпақ еліміздің тірегі, жеткіншектің лүпілдейді жүрегі, шәкірттері оза шауып бәйге алған, жақсыларға жақсы тілек ереді демекші, бүгінгі салтанатты жиынымыздың қадірлі қонақтарымен таныс болыңыздар. Аудандық білім бөлімі өкілдігінен Сарымсақов Нұрхан Ұзақбайұлы. Ауылдық ақсақалдар төрағасы Қыпшақбаев Жақсылық ата. Қамқоршылық кеңес төрайымы Сыдықова Лиза Жоламановна. Ардагер ұстаздарымыз Мираш апай және Рахим апай. Тек жүректен арналар сөзіңізде, жақсылыққа жаралған жүрегіңіз. Сөз берейік құрметпен өзіңізге, шәкірттерге арналсын тілегіңіз. Нөмірі 279 орта мектептің Сыңғырла күміс қоңырау салтанатты жиынының алғашқы құттықтау сөзі мектеп директоры Есіркепова Әсемкүл Кажденбекқызына беріледі. Және ата-аналар, оқушылар. Міне биыл мектеп қабырғасында 4-ші оқу жылын аяқтап, артқа тастап 4-ші бітіруші түлектерімізді ұясынан ұшырғалы отырмыз. 2018-2019 оқу жылын мектебімізде 557 оқушы аяқтап,
Оның ішінде 139 оқушы үздікке, 197 оқушы екпіндіге бітіріп, білім сапасы жыл қорытындысымен 60%-ді құрады. Яғни бұл біз үшін өте қуантарлық жағдай. Оқу жылы барысында мектеп оқушылары түрлі аудандық, облыстық, республикалық және халықаралық байқаулар мен жарыстарға қатысып, жүлделі орындарды иеленіп отырды. Атап айтатын болсақ, республикалық 1-7 сынып оқушыларына арналған зерде ғылыми зерттеу жоба қорғау байқауының облыстық кезеңінде 4-ші А сынып оқушысы Әбдіразақова Жанел жүлделі 2-ші орынды, Биктібаева Балауса жүлделі 3-ші орынды иеленді. Сынып жетекшісі Дәуіржанова Салтанат. Және де Әбілқасым Мейірлан 2-ші А сынып оқушысы осы байқауда жүлделі 3-ші орынды иеленді. Жетекшісі Ауқпасова Кеңескүл жоғарғы санатты бастауыш сынып мұғалімі. Республикалық жалпы білім беретін байқаудың облыстық кезеңінде ғылыми жұмыс және шығармашылық жұмыстар бойынша байқаудың облыстық кезеңінде біздің мектебіміздің 10 сынып оқушысы Тұрабаева Ұлпан 1-ші орынды иеленді. Жетекшісі география пәнінің мұғалімі Жұмаханова Гүлзира. Жалпы білім беру ұйымының жаратылыстану математикалық бағытындағы 7-8 сынып оқушылар арасында өткізілген республикалық юниорлық олимпиаданың облыстық кезеңінде 7-ші А сынып оқушысы Ардақова Көркем жүлделі 3-ші орынды иеленді. Жетекшісі пән мұғалімі Әсем Емжаева. Бастауыш сыныптар арасында республикалық бастау математикалық турнирінің облыстық кезеңінде Ренат Бектұрғанов жүлделі 3-ші орынды иемденді. Пән мұғалімі Дәуіржанова Салтанат. Облыстық Берг отбасы есірткіден алыс іс-шаралар шеңберінде жастар есірткіге қарсы ұранымен флешмоб сайысында мектептің 8-9 сынып оқушылары алғыс хатпен марапатталды. Облыстық 5-8 сынып оқушылар арасында адал және сатылмайтын еңбек үлгісі тақырыбындағы үздік сурет байқауында 7-ші А сынып оқушысы Орақова Гүлниса 2-ші орынды иеленді. Жетекшісі Ардақ Таңжан, Адал ұрпақ ерікті клуб жетекшісі. Облыстық Адал ұрпақ ерікті мектеп клубтарының 2-ші облыстық слет аясында ұйымдастырылған жарыста Азен Айым үздік көшбасшы номинациясымен марапатталды. Жетекшісі Әбдікерова Құралай информатика пәнінің мұғалімі. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнінің мерекесіне орай КСРО спорт шебері Асылбек Матиковтың еске алу арналған облыстық ашық турнирінде 32 кг салмақ дәрежесінде Жарылқасынов Асхат жүлделі 1-ші орынды иеленді. Облыстық көркем сөз оқу шебері байқауында Құлымжан Назерке 2-ші орынмен марапатталды. Жетекшісі Ақжігітова Айдана. Байқоңыр қаласындағы жастар салауатты өмір салтын қалайды атты суреттер салу сайысында 5-ші А сынып оқушысы Мұханова Ақгүл Орақов Абай алғыс хатпен және 7-ші А сынып оқушысы Орақова Гүлниса 3-ші орынмен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Жетекшісі Құлжанова Патима. Кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 30 жыл толуына орай мектеп оқушылар арасында әскерге шақырылушы 2019 әскери қолданбалы спорт түрлерінен аудандық жарысының АК-74 оқу қаруын толық емес бөлшектеу жарысы бойынша 10 сынып оқушысы жинақтау сайысында жүлделі 1-ші орынды иеленген Насрадин Бегарыс мадақтамамен марапатталды. Жетекшісі Дәурен Жұбанышев. Кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 30 жыл толуына орай мектеп оқушылар арасында әскерге шақырылушы 2019 әскери қолданбалы спорт түрлерінен аудандық жарысының АК-74 оқу қаруының оқ жақтарын патрондарын жарақтау сайысында жүлделі 1-ші орынды иеленген Жұмабаев Нұрбол 10 сынып оқушысы мадақтамамен марапатталды. Жетекшісі Дәурен Жұбанышев. Тәуелсіз ел жастары қоғамдық қорының ұйымдастыруымен өткен Тәуелсіз елдің жастары атты республикалық онлайн мүшәйраға қатысып, жүлделі орын иеленген үшін 8-ші А сынып оқушысы Дарыбаева Нұрия 1-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Және облыстық үздік педагог психолог байқауының 1-ші орын жүлдегері Эльмира Медеуова қазіргі таңда республикаға жолдама алды.
республикалық жетістіктерге тоқталатын болсақ, болашаққа бағдар рухани жаңғыру, Қазақстан Республикасы президентінің жолдауына арналған самбо күресінен жасөспірім ұлдар арасында республикалық турнир самбодан Шеткерген Диас екінші орынмен марапатталды. Республикалық өнеге білім порталы тәуелсіздік тәңірдің сыйы сурет байқауында Орахова Гүлниса бас жүлдемен марапатталды, жетекшісі Мылтықбаева Нұргүл. Республикалық өнеге білім порталы тәуелсіздік тәңірдің сыйы сурет байқауында Әбілқасымов Дамир бірінші орынмен марапатталды, жетекшісі Ардақ Таңжан. 2018-19 оқу жылының қорытындысымен негізгі мектепті бітіруші 43 түлек және жалпы мектепті бітіруші 22 түлек білім нәрімен сусындап, өмірге болашаққа қадам басқалы отыр. Түлектерге сәттілік тілей отырып, болашаққа жоспарланған мақсат тілектері орындалсын дегім келеді. Алдағы қорытынды аттестаттау емтихандарын сәтті аяқтап, өмірге жолдама берер ұлттық бірыңғай тестілеуде өте жоғарғы деңгейде тапсырып, грант иегерлері атануға тілектеспін. Және де құрметті қонақтар, сіздерге де алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге алғыс білдіремін. Және мен өзімнің әріптестерім құрметті бір оқу жылын артқа тастап кезекті еңбек демалысына шыққалы отырсыздар. Демалыс уақыттарыңызды отбасыларыңызбен жақсы көңіл күймен өткізулеріңізге тілектеспін. Құрметті ата-аналар, бүгінгі соңғы қоңырау кеш сіздерге де құтты болсын. Балаларыңыз көз қуаныштарыңыз болып жүре берсін, мерекеге жалғаса берсін. Рахмет. Және де мадақтама бар еді, соны тапсыруға рұқсат етіңіздер. Алғыс, құрметті Дәурен Дастенович, тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап ел қауіпсіздігін сақтауға баса назар аударылды. Еліміздің шекарасы белгіленіп, қарулы күштеріміз құрылды. Ер жүрек ерлеріміздің мерекесі елімізге әрдайым қуаныш пен бейбіт күн әкелсін. Алдағы уақытта да мемлекет алдындағы міндеттерді кәсіби деңгейде атқарып, абырой биігінен көріне беретініңізге сенімдімін. Еліміздің ертеңі мен кемел келешегі үшін жасап жатқан қажырлы қызметіңізге табыс, өзіңізге зор денсаулық, отбасыңызға бақ береке тілеймін. Құрметпен Қармақшы ауданының әкімі Сұлтан Махашев. Хабарламамда тыңдаған боларсыздар, жалпы биыл облыс деңгейінде жетекшісі Дәурен өзі осы оқушыларды дайындау барысында біршама жетістіктерге жетті. Және кешегі Байқоңыр қаласында 9 мамыр күні өткізілген іс-шараға осы өзінің тәрбиелеп жатқан шәкірттерін өте жоғарғы деңгейде дайындап апарып қатыстырған болатын тұғын. Сондықтан осы Дәуренді аудан әкімнің алғыс хатымен марапаттап жатырмыз. Және осы Байқоңыр қаласының басшысы Мусигінің сертификаты бар осы оқушыларға жоғарғы деңгейде өтуіне, жақсы атсалысып өткізуіне атсалысқандар үшін марапатталған болатын тұғын, соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Сертификат тапсырылады. Рахмет Нұргелдіге. Қошеметтеп отырайық. 10 сынып оқушысы келесі Жұмабаев Нұрбол марапатталады сертификатпен. Насрадинов Бегарыс аудандық облыстық байқаулардың жүлдегері. Дәурен ағайдың ізбасағы. Малиханов Абылай марапатталады. Миралиев Болат марапатталады. Құлғыбай Данияр марапатталады.
марапатталат. Сөзіне барғалар даналарын жолдаған ұлы Марапаттарыңыз құтты болсын. Мерекеге жалғаса берсін. адамзатқа арнаған дана шәкәрім бабамыздың жырларыменен толған. Биылғы соңғы қоңырау мерекесі тарихи оқиғаларға толы тұста өткелі тұр. Бұл жыл 2019 жыл қазақстандықтар үшін ерекше жыл. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев биылғы жылды жастар жылы деп жариялады. Бұл жылы Қазақстан Республикасының президентінің Қазақстан халқына болашақта бағдар рухани жаңғыру атты мақаласы аясында және ұлы даланың жеті қыры мақаласымен төл тарихымызды бір жүйеге келтіруге үндеп, еліміздің түргі игі істер мен әлеуметтік маңызы бар бастамалар жүзеге асты. Осындай жастар жылына байланысты жеңілдіктер біздің мектебіміздің жас түлектеріне де сәтті жыл болғай. Ендеше болашаққа бағыт алған бәсекеге қабілетті жас түлектердің мерекесі құтты болсын. Құрметті қауым, мектеп өнерпаздарынан құралған Ерке Сылқым би тобын және негізгі орта мектеп бітіруші Қарабекова Ақмаралды мектебім әнімен қарсы алыңыздар.
арман ойлар жеткізбеген аңсаған, қайрат күшін қажыта алмас қарсағын, өмір теңіз толқындарын көргенде асыл аға тілегіңді аңсармын демекші, бүгінгі салтанатты жиынымыздың құрметті қонақтарына сөз береміз. Арманға көктегі мектебім келеміз тағы да. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, мектеп бітіруші түлектер, білімді шәкірт ел болашағын мықты тірегі десек, сол шәкірттерді болашақтың сындарлы сынына дайындауда мектептің орны ерекше. Елбасы біздің болашақ ұрпағымыздың өсіп жетілуіне, әлеуметтік жағдайын дұрыс қалыптастырып, балалардың білімді, дені сау, сымбатты болып өсуіне көңіл бөлінген деп ерекше атап көрсеткен. Алты алаштың баласы бас қосса, ең қадірлі орын мұғалімдікі деп даналарымыз айтқандай, ұлылық ұстанымның ұрпақ жүрегіне ұялатқан ұстаздың еңбегі мақтануға да тұрарлық. Ол еңбек бүгінде ұрпақ мұратына қызмет етіп, ел игілігіне айналған сіздердің 279 мектеп ұлағатты ұстаздар мен шәкірттердің білім көкжиегінде жетістіктері аз емес. Ұзақ жылдар осы білім ошағында қызмет жасап, халық ризасына бөленіп жүрген Дәуіржанова Салтанат, Мылтықбаева Нұргүл, Емжаева Әсем, Жолмақанова Гүлжира, Ауықбаева кеңестерді атап өткім келеді. Құрметті жас түлектер, елбасы армандаған мәңгілік болашақтың тізгінін ұстар, халықтың үмітін ақтар, келешекте үмітін үзеңгі қылған ұлы елдің ұлағатты ұрпақтарысыздар. Сіздердің бүгінгі сыңғырлап соққан соңғы қоңырауымен үлкен өмір айдынына аттанғалы тұрған қуанышты күндеріңіз құтты болсын. Осы білім ордасынан түлеп ұшқан шәкірттер қазақ елінің өркендей беруіне өз үлесін қосып, ел мүддесі жолында аянбай еңбек ететін азаматтар болсын. Сәт сапа жас түлектер. Арманға көктегі мектебім келеміз тағы. Мемлекеттік университеті электр энергетикасы және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі кафедрасының аға оқытушысы Сахитжанов Мархабат Шахмарановичқа беріледі. Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаздар, ата-аналар, мектеп бітіруші түлектер және жас жеткіншектер. Мына бүгінгі мерекелі күнмен сіздерді құттықтауға рұқсат етіңіздер. Бүгін қуаныш, әрі қуанышты, әрі қуанышты сәт, әрі қимастық сәт. 11 жыл оқыған Алтыния мектебімен екінші үйіме қоштасып сәті. Құрметті ұстаздар, сіздердің шәкірт тәрбиелеудегі шәкірттерді білім нәрімен сусындатып, тәрбиелеудегі еңбектеріңіз өте зор. Сіздерге қажымас қайрат, мықты денсаулық тілеймін. Және де еңбектеріңіздегі шығармашылық табыс тілеймін. Түлектерге айтатын болсам, сіздерге ақ жол тілеймін. Армандаған асқарға жетіп, көздеген мақсаттарыңызға шығып, жоспарлаған оқуларыңызға түсіп, елге елеулі, халқына қалаулы, мықты маман иесі болып шығуларыңызға тілектеспін. Келесі кезекті марапаттауға беретін болсақ, біздің Қорқыт атындағы Қызылорда мемлекеттік университетімен тығыз байланыс орнатқан ұстаздарымызға
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің төс белгісімен Қожабаева Гүлмира Серікқызы марапатталады. Және университетіміздің ректоры Бақытжан Жонаевич Абдукаримовтың алғыс хатымен құрметті Гүлзия Бисалиевна, білім саласының өркендеуі жолында адал қызмет етіп, жас ұрпақты оқыту және тәрбиелеудегі еңбегіңіз және Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетімен тығыз байланыс орнатып, нәтижелі жұмыс атқарғаныңыз үшін алғысымды білдіремін. Сізге зор денсаулық, шығармашылық табыс, отбасыңызға бақыт береке тілеймін. Дәл осындай тексті алғыс хатпен Аққылыш Көзайыровна марапатталады. Қалайық, баршамызға бұл үлкен әлемдік мереке. Осы мерекелеріңіз бәріңізге де құтты болсын. Мына биылғы жылы өте сәтті жастар жылы, және де басқа да ұлы істер атқарып жатқан жылдарда міне біздің жас түлектер алтын ұяларын бітіріп жаңа өмірді бастағалы тұр. Міне ұстаздар бірінші бұл істердің алдында тұрған құрметті ұстаздар. Ұстаздарға бірінші дендерің сау болсын, отбасыларың аман болсын, абыройлы, мерейлі, мәртебелерің биік болып, биік шыңдарды бағындырып, осындай жылдан жылға жас түлектерді, жеткіншектерді тәрбиелеп шығара беріңіздер. Келешек мына құрметті ата-аналар, жас түлектер, мына өмірге, жаңа өмірге қадам басқалы тұрсыздар. Қадамдарыңызға нұр жаусын. Әсіресе бүгін, мүбәрәк Рамазан айының оразасында міне алтын ұяларыңмен қоштасқалы тұрсыздар. Сіздерге сәт сапар тілеймін. Дендерің сау болып, алға қойған мақсат мұраттарыңа жете беріңіздер. Ата-аналарыңа, ұстаздарыңның абыройын биіктете беріңіздер. Елдеріңізде жақсы азаматшы болып, жақсы маман иесі болып, өмірде тек қана өз орындарыңды тауып, тек қана жақсылықта, бақытта, қуанышта жүздесе берейік. Сөз ардагер ұстаз Жандыбаева Рахима апайға беріледі. Құрметті сән салтанатқа жиналған оқушылар, ата-аналар, қонақтар,
мерекелеріңіз құтты болсын. Бір жылғы мінекей еңбектеріңіз, мінекей барлығын жаңағы мектеп директоры болып шықты. Бәріңіздің мына жетістіктеріңіз құтты болсын, бәріне жұғысты болсын. Бұл деген үлкен еңбек. Ал мұғалімдер бір жыл еңбек еткен еңбектеріңіз, мінекей демалысқа шығасыздар, жақсы демалыңыздар. Барлығы сіздердің арқаларыңыз. Сіздерге зор денсаулық тілеймін, шығармашылық табыс тілеймін. Осы мұғалімдердің арқасы. Ал мына оқушылар, сіздердің де жетістіктеріңіз құтты болсын. Әсіресе мінекей 11 жыл оқыған жас түлектер, бүгін қимас сәттерің сендердің бір жағынан қуанышты. Сендердің қадамдарың құтты болсын. Сендерге ақ жол тілеймін. Сендерге өздеріңнің қалаған мамандық иесі болып, аңсаған бақыттарға жете берулеріңе шын жүректен тілектеспін. Ал ата-аналар келіп отқан сіздердің де тілектеріңіз қабыл болсын. Сол бала деп жүрген жансыздар, сіздердің жақсы деген, тек қана балаларым жақсы деген ғана сөз естіңіздер. Бәріңізге құтты болсын деп айтқым келеді. Биыл мектебіміз үшін жаңалыққа ұмтылған, жаңалықты жаңғыртқан жыл болды десем артық болмас. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы жұмысымызға жаңа идея, жаңашыл бастама берді. Мектепте 7 шаңырақ оқушылар қауымдастығы құрылды. Бүгінгі күн мектебіміздің жұлдыздарының жарқырайтын күні. Ендеше 2018-2019 оқу жылы бойынша мектеп оқушылар шатты үздіктер шеруіне кезек береміз. Қошеметпен қарсы алыңыздар. Байқоңыр шаңырақ оқушылар қауымдастығы жетекшісі Қосжанова Гүлдана, үздіктер саны 22. Мейрамкүл, үздіктер саны 14. Тұрмағанбет оқушылар қауымдастығы жетекшісі Асылбекова Гүлбану, үздіктер саны 24. Қармақшата шаңырақ оқушылар қауымдастығы жетекшісі Жүсіпова Индира, үздіктер саны 20. Марал Баба шаңырақ оқушылар қауымдастығы жетекшісі Ақжігит Айдана, үздіктер саны 18. Шереграбад шаңырақ оқушылар қауымдастығы жетекшісі Жолмақанова Гүлзира, үздіктер саны 16. Орқытата шаңырақ оқушылар қауымдастығы жетекшісі Құлжан Манат, үздіктер саны 19. Дарындылар елдігінің аймағы, дарындылар елдігімнің айғағы, дарындылар қаламыздың айбары, марқайтады намысы бар қазақты, дарындының қанаты кең жайғаны. Жарайсыңдар, мектебіміздің мәртебесін әрқашан биіктен көрсетіңдер. Біздің озаттарымызға қошеметтеріңіз. Көк байрағын желбірететін мықты тұғыры болмақ. Бүгінгі ақ тілектер үшін келген қауым қол соғып қолда бүгін. Ұрпағың мақтануға болса лайық, біз бүгін мақтанайық, жар салайық. Сөз кезегі бүгінгі бітіруші түлектерге беріледі. Армысыздар, құрметті қонақтар, аяулы ұстаздар, ардақты ата-аналар. Қайырлы күн, қадірлі ұстаздар мен оқушылар. Мектебім алтыныя құт мекенім, қарашы 4-ші түлегінің ержеткенін. Ұстаздың еңбегімен қазып алдым 11 жыл алтын емес білімгенім.
Сіздердің құрметтеріңізге мектеп бітіруші түлек Көмекбаева Камиланы соңын құрау әнімен ортамызға шақырамыз. тәрбиені сіңірткен мен үшін ыстығау сенің есімің. Алғашқы ұстазымыз қолға қалам алдырып, 42 әріпті үйреткен Берсүгірова Пакизат апайымызға сөз кезегін берейік. Құрметті қонақтар, құрметті ұстаздар, ата-аналар және мынау мектеп бітіруші түлектер. Баршаңызды осы мерекемен құттықтай отырып, жеке бастарыңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға құт береке кірсін деймін. Ел игілігі үшін атқарып жатқан істеріңізге толағай табыс тілеймін. Ел іргесі биік, келешегіміз кемел болсын дей отырып, мектеп бітіруші түлектеріме өлең жолдағым келеді. Толқып тұрмын елестеп сәби күнің, құлағымда тұралы бұлдыр үнің. Біріңді анаң жетектеп, біріңді әжең, маған әкеп сыйладың раушан гүлін. Ал судан соң әліппе бетін ашып, әріптермен таныстың көңілің тасып,
еркелетіп өсірдім мен данаңдай, қалмасын деп өмірде көңілің тасып. Енді мен сен есейдің, ержеттің өмір сәні, қимастықпен шырқалады мектеп әні. ұбт-да мол граны жеңіп алсаң, орындалар ұстаздың басты арманы. Ұлы жолда талмасын қанаттарын, ұмытпасын әресте жауаптарын. Әрқайсың әр бөлек бір беттен 22 бетті ашып тарақтадым. Енді азамат бол тәуелсіз елің үшін, жалғасы бол жеткізер елдің ісін. Ең алғашқы ұстаздың жыр шашуы, саған артқан үміті соны түсінбеймін. Бүгінгі тілектеріме алдағы ұбт-да жоғары белестерден бал жинап, егеменді еліміздің тұтқасыңыздар, азамат пен азаматша болып өсе беріңіздер деп тілек білдіргім келеді. Рахмет сізге апай. Білімді шәкірттерін аялаған, жақсылығын ешкімнен аямаған, саялы бақ жанашыры жас ұрпақтың. Ұстаз деген аяулы ардақты адам. Дей келе қанаттарын қатайтып, бірге жүріп, бірге күлген сынып жетекші Нұржанова Сафура Тәтеевна апайымызға сөз кезегін береміз. Құрметті қонақтар және ұстаздар, қадірменді ата-аналар және оқушылар, бүгінгі күн біз үшін ең тарихи есте қалатын сәт. Бұл мектебіміздің төртінші түлектері Алтын мектебінен қоштасқалы отыр. Осы сәтте бұл кісілерге ақ жол тілеймін. Ал енді менің оқушыларым, балалық балдәуремен қош айтысып, үлкен өмірге қадам басқалы тұрсыздар. Сол қадамдарыңыз құтты болсын. Алдағы сынақтардан жақсы жетістіктерге, жоғарғы көрсеткіштерге жетіп, ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғарғы бал жинап, грант иегерлері ата-аналарыңызға шын жүректен тілектеспін. Өмірге бастаған қадамдарыңыз құтты, және мен сіздерді білімді азамат, білікті маман болатындарыңызға сенім білдіремін. Тағы да өмірге бастаған қадамдарыңыз құтты, сәтті болсын. Сәт сапар, жас түлек. Ұстаз деген биік тұлға бай салды, талай шәкірт жүрегіне ой салды, бар ғұмырын ізденіспен, еңбекпен, білім деген ұлы жолға көш салды. Келесі әніміз барша аяулы ұстаздарымызға арналады. Нұрлаев Қолғанат пен Жеткер Қолжанның орындауында ұстазым әні. Ұстазым бар сенің қасиетің, білім берген
да мектептен сан тілегін, ұстаз ғалым толастамас мәңгісін, тыншымайтын асыл жандар қадірлі, тыңдаңыздар жас түлектің алғысын дей отыра, мектеп бітіруші түлектерді Кәрімбердиев Қанат пен Асан Мағаляға сөз береміз. Құрметті қонақтар, аяулы ұстаздар мен ата-аналар, және де менің ардақты да қымбатты сыныптастарым. Сіздерді бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Біз бүгін ыстық ұямыз мектебімізбен және де 11 жыл бойына тәрбиелеп оқытқан ұстаздарымызбен қоштасқалы тұрмыз. Аяулы ұстаздар, сіздердің біздерге жасаған еңбектеріңіз үшін алғысым шексіз. Және менің сыныптас достарым, сіздерге алдағы уақытта тек қана сәттілік тілеймін. Бір грант иегері болуларыңа тілектеспін. Алланың берген азғандай ғұмырында бақытты да баянды ғұмыр кешіңдер. Және біздің сынып жетекшіміз Сафура апай. Білем, сіздің көңіліңізге талай аяу келтірдік. Көңіліңізді қалдырған жерлеріңіз болды. Осыны бір кабинетте тығылып кешірім сұрағанша, көпшіліктің алдында кешірім сұраймын. Және де бізді тәрбиелегеніңіз үшін басын деймін. Ұстаздарыма және достарыма мектебіме арналған өлең шумақтарын оқып берсем. Жылжып жылдар бір орында тұрмады, бала шақта уақыт келіп ұрлады. Кеше бала бүгін түлек болыппыз, жас түлектің жаңғырықты қырданы. Айтшы досым, мұның енді несімін, тербеткен біз мол білімнің бесігін. Есейтіпті әлдеймен уақыт, кез келіпті жабар мектеп есігін. Ұстаздармен қоштарсар сәт келіпті, болашағың болсын дейді көрікті. Міне есейдің өз жолыңды тапқын деп, әз ұямыз ақ қанатын беріпті. Қақ қанатты үркілмей енді қомдады, дейді бізге жатыралда жолдара. Мұның өзі айтуға тек жеңілік, мектебіңді қиялмайсың сонда да. Қиялмайсың бала кезгі көктемді, қиялмайсың жылы шуақ өткенді. Бірақ сәтте ер жеткізіп есейткен уақытқа айталмайсың өкпеңді. Мұндай сәтте қиын көз жас төгілмеу, мұндай сәтте қиын екен егілмеу. Достар, қане бірге қанат қағалық, қатар шықсақ болар бәлкім жеңілсем. Кітап адамзаттың рухани байлығы, өмір айнасы, тарих шежіресі. Өнер білім бұлағы демекші, жас мектебіміздің кітап қорының толығуына өз үлесімізді қосқымыз келеді. Тарихи кітабымызды мектеп кітапханашысы Күзембаева Сұлай Өтепбергенқызына табыстау үшін 11 жыл бойы мектеп кітапханасына өз үлесін қосқан кітапқа жаны құмар түлек сыныптың оқу озаты Мұханова Әсемкүлді және бірінші сыныптарға да сыйлық тапсыру үшін Күрманалиева Әсем мен Бекетов Айдынды ортаға шақырамыз. Жазушыңмен қауыштырған, сезіміңді оятып, ақынмен де табыстырған, ізденуге ұмтылған шәкірттердің бәрін жинап бір жерге тоғыстырған. Қымбатты құттықханам, кітапханам, ұясынан ұшуға талаптанған, ұстазының үмітін ақтауға да жарап қалған, өзіңе естелікке ұсынады, сыйлықтың таңдаулысын дара тұрған. Білімнің бұлағы болған, шәкірттің тұрағы болған кітапханаға 2019 жылғы мектеп бітіруші түлектерден естелік кітап сыйға тартамыз. Қабыл Адамның досы кітап өмір кілті, тең келмес оған жиған дүние мүлкі. Зердеңе тоғып өссең жалықпайтын, білімің ақылыңнан болар көркі. Ізімізді басатын, білім сырын ашатын, қалдырамыз өзіңе ғажайыпқа толы кітапты оқып білім алатын. 2019 жылы бітіруші ағап келен атынан бірінші сынып оқушыларына естелік кітаптарды тарту етеміз. Адамзатқа арнаған, толғауымен толғаған. Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар, ұстаздар, ата-аналар және оқушылар. Мінекей бүгінгі мереке сіздерге баршамызға құтты болсын. Ал құрметті мектеп бітіруші түлектер, сіздерге
білімнің биік шыңынан көрінуге, алдағы асуларыңыз көп болсын деймін. Алдағы келе жатқан сынақтан мүдірмей өтіп, грант иегері болуға тілектеспін. Және де сіздерге осы қайда жүрсеңіздер де аман болып, біздің еліміздің, мектебіміздің атақ-даңқын көтеруге, көк байрағымызды аспанға желбіретуге, әрбір байрағымызды желбіретуге еліміздің ұл-қыздар болуларыңызға тілектеспін. Құрметті ата-аналар, мінекей біздің мектеп кітапханасына осындай үлес қосып, қорды көбейтуге сіздерге атсалысып жатқандарыңызға шексіз рахмет айтамын. Ыстық-ау кім-кімге әке деген, суыққа шалындырмай мәпелеген, өмірдің соқпағынан өрге тартып, алдымен адам бол деп мәпелеген. Дүниеде ең ардақты асылжан анам мені мәпелеген жасымнан. Мен қуансам қуанады ол бірге, мен қиналсам табылады қасымнан. Дегелі бүгінгі түлектерге жүрек жарды тілегін айту үшін барша ата-аналардың атынан Рамбердиева Ақнұрдың әжесі Ақбал Аяповнаға сөз кезегін береміз. Мектеп бітіруші жас түлектер, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Ең алдымен ұстаздарға мың алғыс. Балаларымна сіздерге ақ жол тілеймін. Өмірлерің ұзақ, дендерің сау болып, алда ешқандай қиыншылық көрмеңдер. Жүздерің жарқын болсын, жолдарың ақ болсын. Алдағы сынақтан сүрінбей өтіп, аңсаған армандарыңа жетіңдер. Сәт сапар тілеймін бәріне. Бақытты болыңдар. Басты қостық бәріміз, жарасады әнімізде сәніміз, әуенімен тербелейік бәріміз, бірге толқып әсем сазбен жанымыз. Мектебіміздің алтын белгі иегері Рамбердиева Ақнұраны ыстық әнімен ортаға шақырамыз, барша ата-аналарға арналады. Тәлімдердің 11 жылдай білімді
жолы ашылады, түлектерге бақыт гүлі шашылады. Қимастықпен 11 сыныптың білім кілтін ізін басар сыныпқа тапсырады. Аманат тапсырушы, республикалық, облыстық, аудандық сайыстардың жеңімпазы мақтанышымыз 11 сынып оқушысы алтын белгіге үміткер Рамбердиева Ақнұрды және білім кілтін қабылдап алу үшін 10 сыныптың үздік оқушысы Шынықова Тұмарды шақырамыз. Бітіруші түлектердің мектеп вальсын қабыл алыңыздар.
қолға гүл шоғын алып, мектеп табалдырығын аттағаннан бері 20 мыңнан аса қоңырау үнін естідіңдер. Ал бүгінгі қоңырау үні ерекше. Ол мектеппен қоштасар соңғы қоңырау. Ол балалық шақтың өмір белесіне асыратын қоңырауы. Гүлдерге толы омырау, өмірде жоқ қой тоқырау, қимастық сезім оятып, соғылсын соңғы қоңырау. Соңғы қоңырау соғу құрметі мектебіміздің оқу озаттары, мектеп бітіруші түлектер Әзен Еркебұлан мен Ақжігіт Гүлданаға және бірінші сынып оқушылары Асылбек пен Аяруға табысталады. Тәуелсіз Қазақстан байда жүріп, қуаныш құшағында бүгін еніп, балалар аманаты ала тартар, жұртсызба алдарында міне бүгін. Ұлықты ардақ тұтар үнемі, алтын үйі ақ қосаға киелі, қанат қағып білім алып, өзіңнен күллі шәкірт саған бас иеді. Көгерсіндей самғандар тілектерім, орындалсын өмірде тілектерім, үніммен соңғы істеген қоңыраудың, біріндедау ерекше жүректерім. Бұл соңғы қоңырау үні, балалықпен қоштасу, үлкен өмірмен қауышу күні. Өмірде ілбіп тек көшпей, жүретін сергек жол мынау, құлақтан үнін кетпестей, сыңғырла соңғы қоңырау, сыңғырла соңғы қоңырау деп, мектеп түлектерін жаңа өмір баспалдағына шығарып саламыз. Құрметті жиналған қауым, бүгінгі біздің қоштасу кешіміз аяқталуға жақын. Түлектерге сәт сапар тілеп, бізбен бірге дәстүрлі тілек шарын, қош бол мектебі мәдімен ұшыруға ортаға шақырамыз.
сәттің алды ұятты байқамай қалдым келіп жеткенін қош бол енді мектебім менің сенде жас тілектің пәк ниеті. Көкте күн сәт сапар деп қол бұлғаймыз бәріміз, тілейміз біз армандарға жеткенін дей келе, ұлттық бірыңғай тесті табысты тапсыруларыңызға тілектеспіз. Жаңа өмірлеріңізге ақ жол, сәт сапар тілейміз. Жақсы шәкірт азамат атанады, халқынан ата-анадан баталады, ұрпағына айтсын деп ақ батасын, ортаға шақырайық ардагер ұстаздарды дей келе, бата беру үшін сөз кезегі жақсылық атаға беріледі. Рахмет. Құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, мынау жас өркен бүлдіршіндер, мына бүгінгі мерекелері құтты болсын. Бұл енді бір қимас сәт болып тұр. Әр адамның басында болады. Мына сендерге ақ тілектілей отырып, тез тапсыратын балдарға айтатыным, өмірде өзі көп кедергілер болады, қуаныштар болады. Жаңағы Мұхтар Шаханов аталарының бір ауыз сөзі бар. Өмірде жігітке арман жеткізген беді, өз сорғы өз жеңбесе. Өмірде болған сәтсіздіктерің бақытсыздығы мен ендеше дейді. Сәтсіздік болуы мүмкін, ол бақытсыздық емес, оны жеңе білу керек. Айналайын сендерге сәттілік, тек бақытты, сондай жақсы өмір тілеймін айналайын. Сәттілік болсын. Сәтсіздікке сен не қылмаңдар. Мынау Абай атамыз айтады, осыны оқып ойлай бер, болсаң керек, еңбек арсатып неге керек. Үш ақ нәрсе адамның қасиеті, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек дейді. Алла осы үш тілек ойларында болсын айналайын. Бақытты болыңдар. Қай жерде болсаңдар, Алланың сол бақыттың базарында, Алланың мазарында болыңдар. Алла сендерге алқамның берекесін беріп, тек бақытты өмір сүруге Алла сендерге жазсын, аумин.
2018-2019 оқу жылының салтанатты соңғы қоңырау жиынын жабық деп жариялай отырып, жазғы демалысты жақсы өткізіп, келесі оқу жылында амандықпен жолыққанша сау саламатта қош болыңыздар. Сәт сапар саған жас тілек. Құрметті қонақтар, ата-аналар, ұстаздар, сіздерді естелік суретке түсуге шақырамыз.